Келесі 870 есебіміз. Градустар берілген, бұрыштардың арасынан сүйір, доғал, тік немесе жазыңқы бұрыштарды атаңдар дейді. Бірінші жазыңқы бұрыштады. Жазыңқы ол бізде 180 градусқа тең. Жазыңқы бұрыш 180 градусқа тең болады. Тік бұрыш ол бізде 90 градусқа тең болады. Енді осының ішінен сүйір бұрыш табайық. Сүйір бұрыш дегеніміз ол 90 градустан кіші бұрыштар. Сонда ол 35 және 78 бұрыштар екен. Градусқа тең бұрыштар. Енді доғал бұрыш табайық. Доғал бұрыш дегеніміз ол 90 градустан жоғары бұрыштар. Сонда 98 132 градус болады, және 94 градусты аламыз, және 154 градусты алады екенбіз. Бұл бізде доғал бұрыштар. Келесі 871 есебіміз бұрыш АОВ. Нөлден бастап есептейміз. АОВ дегеніміз мына жеріміз 20 градусқа келіп тұр, сонда 20 градусқа тең екен. Екінші бұрыш АОС. АОС бізде 60-70 градусқа келіп тұр, оны ол 70 градусқа тең екен. Келесі бұрыш АОД. Ол бізде АОД так 110 градусқа тең екен. Келесі ЕОД. Бұрыш ЕОД. Ішкі жағымен есептейміз, 0-ден басталады, сонда ол 70 градусқа тең болады. 0-ден бастап есептейміз ғой. Келесі ЕОС. Ол бізде ЕОС былай ішкі жағымен есептейтін болсақ 110 градусқа тең екен. Келесі бұрыш ЕОВ. Ол сонда ЕОВ деп отқанымыз 160 градусқа тең екен. Келесі 872 есебіміз МОК доғал бұрышын. Доғал бұрыш қосылайық. МОК басын. Сонда МОК бұл бізде қандайда бір доғал бұрышы. Және бұрыш АОК тік бұрыш болу керек. Қанша бұрыш салу? Осының ішіне тік бұрыштан АОК бір ғана бұрышын сызаламыз. Себеп тік бұрыште ол бізде 90 градусты құрау керек. Сонда АОК бұрыш АОК ол бізде 90 градус. Біреу ғана сызалады екенбіз. Келесі екіншісінде АОК сүйір бұрышы болатындай. Енді осының ішіне АОК сүйір бұрышы болатындай қанша салуға болады деп сұрап тұр. Енді ОА деп бірнеше сызаламыз ана жерлерге. Басқа түспен сызайын. Дәл осы МОК доғал бұрышын ішіне енді АОК сүйір бұрышын былай сызаламыз. Немесе былай сызаламыз. Былай сызаламыз, яғни шексіз көп сызаламыз ғой, сыйғанша. Сондықтан да бұрыш АОК бұл бізде сүйір бұрыш деп тұр ғой. Сүйір бұрыштан өте көп сызалады екенбіз. Ал 90 градустан, енді тік бұрыштан біреу ғана сызалады екенбіз. Келесі 873 есебіміз 2 сағат, 3 сағат, 5 сағат, 6 сағатқа сәйкес келетін сағат тілдер арасындағы бұрыш сүйір тік доғал жазыңқы болады дейді. Қандайда бір сағат сызып алайық. Осы сағаттың ішіне 12,
6, 3, 9 деп уақытты өрнекті едік. Енді егер сағат 2 болса дейді. 2 дегеніміз мына бір аралық, мына жері 2 болсын, мына жеріміз 12 болсын. Сонда мына екеуінің арасындағы бұрыш қандай бұрыш деп сұрап тұр. Егер бірінші жағдайда егер сағат 2 болатын болса, ол бізде сүйір бұрыш. Яғни арасындағы бұрыш сүйір бұрыш екен. Екіншіде егер 3 сағат болса дейді. Яғни бұлай түскен ғой. Ол тік бұрыш жасап тұр. Сонда ол тік бұрыш болады екен. Одан кейін үшінші 5 сағат болса дейді. Яғни мынаға келеді. Мына аралықты сұрап тұр. 5 болатын болса. Ол бізде 90 градустан жоғары, яғни доғал бұрыш болады. 5 сағат болатын болса, доғал бұрышты көрсетті. Яғни минут пен сағаттық тіл доғал бұрышты көрсетті. Келесі төртіншісінде 6 сағат болатын болса. Сағат 6 деп отырғанымыз, яғни бұлай тігінен орналасқан. Ол бізде жазыңқы бұрышты көрсетіп тұр. Келесі 874-ші есебіміз суретте берілген бұрыштарды өлшеңдер дейді. Бұрыш А, О, В ол бізде доғал бұрыш, яғни 90 градустан жоғары бұрыш. Транспортир арқылы өлшесеңіздер 115 градусқа тең болады. Келесі бұрыш М, Л, К. Ол бұрыш бізде сүйір бұрыш, яғни ол 40 градусқа тең болады екен. Келесі бұрыш Пи, Р, С. Ол бізде сүйір бұрыш болып тұр, 50 градусқа тең екен. Келесі 875-ші суретіміз. Неліктен суреттегі бұрыштар қате өлшенген дейді. Мынау бізде бұрыштың бір қабырғасы мына транспортирдің 0 градусқа сәйкес келу керек. Яғни былай тұру керек еді. Бірінші жағдайда, ал екінші жағдайда мынау бұрыштың төбесі мынау ортасында транспортирдің ортасына сәйкес келу керек. Яғни былай қарай жүру керек еді. Сонда екі қателік бар екен.